проектіні өтетін болсақ, ол қала инфрақұрылымы, яғни біздің болашақ қаламыздың макеті. Енді қалаға көшетін болсақ, біздің қаламызда не көрсетілген болады? Біздің қаламызда жаңа ғимараттар, яғни білетіңіздер, ең біздің қаламыздың ең танымал жері ол мост. Мосттан басқа бізде ең танымал жер площадь. Сондықтан мен ойымша бұл жерде жаңа ғимараттар мен жаңа инновациондық түрде жасалған монументтер болса керек. Оның ішінде қандай монументтер? Ол тарихпен және біздің традициямен связанный мәдениетті монументтер құру керек. Яғни біздің монументтер өте көрікті және площадьта тұру керек. Ол біздің қаламызға көркі беріп, және де жалпы қаламыздың сырт келбетін жақсартады. Сонымен қатар ғимараттар бұл қандай үлесі қосады және ғимараттардың плюстары не десеңіздер, ғимараттарды мен ойымша соның ішінде және яғни күн энергиясы арқылы пайдаланатын энергияны жұмыстау керек. Ол қалай жұмыс істейді, яғни электр энергия тәуелсіз баллонардан энергия, күннен энергияны алып, толықтай ғимараттарды қамтиды. Ол яғни бүкіл дүниежүзілік компанияларды қалаға тартып, осындай болашақтағы инновацияларды өзімізге жинап, ол біздің қаламыздың экономикалық саясатын үлкен түрде жақсартады. Екіншісі, ол яғни сіздер білесіздер, элеваторда тұратын болсақ, біз жалпы қалада тез жүріп, және жалпы әртүрлі жерлерге баруға өте ыңғайлы және өте тиімді болады. Бұның бәрі ол менің ойымша біздің болашақ қаламыздың міндетті түрде қосу және міндетті түрде оны ойға алу деген шешімдер. Бұл шешімдердің бәрін мен өзім оқушымен және оқушылармен, мұғалімдермен ойлаған болатын. Бұның бәрі бізге не береді? Бұның бәрі бізге болашақ инновация береді. Болашақ инновация ол міндетті түрде экологиялық тұрғыдан және де инновацияны біріктіріп, ол көлік түрі, яғни жалпы көлік түрін, экономикалық түрлердің бәрін қосу арқылы ол тек экономикалық емес, сонымен қатар мәдени және әлеуметтік дамуды қамтиды. Шешім қаланың мәдениетін, тарихы және ұлттық құндылықтарын заманауи форматқа көшіреді және қала инфрақұрылымында әртүрлі жаңа шешімдер пайда болады. Осылайша бұл жоба тек экономикалық емес, сонымен қатар мәдени және әлеуметтік дамуды қамтиды. Ол қаланың рухани және күн панельдерін арқылы қолдану және жалпы екі жобаның да артықшылығы бар. Ол біріншісі елдің технологиялық болашағы және екіншісі ол жалпы инновациясын дамыту. Бұның бәрі бізге не береді? Бұның бәрі біздің елдің дамытуын береді, елдің инновацияландыруын береді және жалпы біздің болашақ жастарымызға деген мотивациясымен болашақта елімізді дамыту деген үлкен үлес қосу сол түсініктігін береді.